Енді дұғаны қалай жасаймыз? Дұғаны айқайлап жасаған дұрыс па, әлде іштей жасаған дұрыс па? Осы мәселеге келетін болсақ, Аллах Тағала Құран кәрімде осыған байланысты аят түсіреді. Сендер Раббыларыңнан қорыққан күйде және де іштей дұға жасаңдар дейді. Ойлап қалмауымыз керек, біз іштей дұға жасасақ, Алла бізді естімей қалады деп. Жоқ, Алла иннаху алимун бизати судур. Жүректеріміздің ішіндегі біреуге не ойлап тұрғанымызды Алла біледі. Сол сияқты біздің ішімізден қандай дұға жасап жатырмыз, оны да Алла біледі. Сондықтан не істеу керек дейді? Аллах Тағаладан қорыққан күйде және де іштей дұға жасау керек. Яғни Алла естімей қалады, Алла бізден алыс деген сөз болмау керек. Өйткені Аллах Тағала тағы бір аятында Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Аллах Тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға: "Ей Мұхаммед, егерде менің құлдарым сенен мен туралы сұраса, ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, мен оларға өте жақынмын" дейді. Мен оларға немін? Өте жақынмын. Уджибу даъватад да'i иза да'ан. Егерде олар менен дұға жасаған болса, онда мен олардың дұғасын қабыл етемін. Фалестаджибу ли вал юъмину би ла'аллахум яршудун. Бірақ та екі шарт бар. Фалестаджибу ли, маған жауап берсін. Біз Аллаға қалай жауап береміз? Мұсылмандар Аллаға Алланың бұйрықтарын орындау арқылы жауап береді екен. Алла сізге қандай бұйрықтарды бұйырса, сол бұйрықтарды толық орындау арқылы сіз өзіңіздің Раббыңызға жауап бересіз. Уәл юъмину би, және маған иман келтірсін. Ла'аллахум яршудун, мүмкін туралыққа түскендердің қатарынан болар дейді. Біздің дұғамыздың қабыл болуының екі шарты бар екен. Аллах Тағала Құран кәрімде келтірген: бірінші Аллаға иман келтіріп, екінші Алланың бұйрықтарын толық орындау екен. Не дейді? Құдайға берде сұра дей ма? Қазақта сондай сөз бар. Берде жалын. Құдай сенің малыңа мұқтаж емес. Садақа садақа берсең өзің үшін, біреуге апарып беруің. Бірақ та біздің малымызға, мүлкімізге, бізге Алла мұқтаж емес. Бірақ та қазақта сөз бар: Аллаға берде жалын. Яғни бер деген сөз, жауап берде, намазыңды оқыда, құлшылығыңды қылда, Аллаға жалын, Алла сенің неңді, дұғаңды қабыл етеді дейді. Көрдіңіздер ме? Біз осы нәрсені ешқашан істемеуіміз керек, ұмытпауымыз керек, құрметті ағайын.